Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Фариза. Бүгін сіздерге өзімнің жылда жабатын сенімді рецептім шиеден варенье жасаудағы өз рецептімен бөлісетін боламын. Видео қызық болса, видеоны мұқият соңына дейін қараңыз. Ең алдымен шиелерді жақсылап 3-4 реттен тазалап жуып аламыз. Жуып болғаннан соң үстіне шекер саламыз. Бұл жерде менде 3 кг 200 грамдай шие, мен оның үстіне 2 кг шекер салдым. Шекер салып, кемі 7-8 сағатқа осылай бетін жауып қалдырамыз. Міне 7 сағатта өтті. 7 сағатта енді осылай шиенің суы шығып жатыр. Егер асығыс болмасаңыздар, шиені осылай бір түнге қалдырсаңыздар, өзінің табиғи суы шығады. Көріп тұрғандарыңыздай, бұған ешқандай су құюдың қажеті жоқ. Осылай жақсылап араластырып жеріп, газге қоямыз, жоғары отқа бір қайнатып аламыз. Міне шие де қайнап жатыр. Енді астыны жай отқа қойып 10-15 минут қайнатамыз. 10-15 минут қайнату жеткілікті. Сосын астыны өшіріп 2 сағатқа суытамыз. Сосын екінші рет қайнатуға қоямыз. Міне 2 сағат суыттым. 2 сағат суығаннан соң екінші рет газге қойып, тағы да бір қатты қайнатып алып, сосын астыны жай отқа қойып, тағы да 10-15 минут қайнатып жаба берсек болады. Көріп тұрғандарыңыздай өзінің суы осылай шыққан. Бұған ешқандай су құймаймыз. Және де мен бетіндегі көбігін алмаймын. Көбігін алу негізі шарт емес. Осы уақыт аралығында банкаларымызды стерилдеп дайындап аламыз. Мен осылай мантаваркаға су қайнатып, банкаларымды стерилдеп алдым. Сосын крышкаларды қайнаған суға 10-15 минутқа салып стерилдеп алдым. Міне вареньеді 15 минут қайнатып алдым. Енді осылай бір араластырып жіберіп, ыстық күйінде стерилдеп алған банкаларымызға құйып жаба берсек те болады. Достар, айта кетейін, менің каналымды қолдап кетіңіздер. Ең алдымен каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басыңыз, және видео ұнаған болса, пікір қалдырыңыз. Алдағы уақытта түрлі пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын. Банкалардың барлығына варенье құйып шықтым. Енді крышкаларына осындай закрывалкамен жауып шықтым. Менде 3 кг 200 грамм шиеден 4 литр осындай варенье шықты. Сізде тура осы әдіспен жасап көріңіз, өте керемет болып шығады. Егер менің осы видео рецептім ұнаған болса, лайк басып пікір қалдырыңыз. Қош сау болыңыздар.